таң қазақ елі. Сіздермен бірге мен журналист Гүлнұр Сәлімбай. Бүгін біз қалалық 7-ші клиникалық ауруханаға келдік. Бұл жерде халықаралық деңгейде кардиологтардың ғылыми практикалық іс-шарасы өтіп жатыр екен. Ендеше осы сәтті пайдаланып, бүгін мықты кардиологтардан жүрек ауруларының алдын алу бойынша сұхбат жасайық. Қазіргі біздің өткізіп жатқан ғылыми практикалық курсымыз Қазақстан дәрігерлерін тамыршілік ультрадыбысты тексеру әдісін үйрету мақсатында осы курсты ұйымдастырып отырмыз. Мен қазіргі таңда халқымызға үндеу айтайын деп едім. Жалпы жүрек ауруы бойынша жүректің жалпы басты жүректің ишемиялық аурулары бар, және жүрек ырғағының бұзылысы және созылмалы жүрек шамасыздығы. Осы үш ауру қазіргі кезде өршіп тұр. Бұл ауруларға алып келетін көптеген себептер бар. Бірінші кезекте салауатты өмір салтын сақтамау, екінші кезекте тамақты дұрыс талғап жемеудің салдарынан, және де зиянды әрекеттерді қолданудың салдары. Зиянды әрекеттер олар алкогольді ішімдік ішу, темекі тарту, және де қазір электронды сигареттер көбейіп кетті, сонан соң және энергетикалық сусындар көбейіп кетті. Осының барлығы жаңағы жүректің созылмалы шамасыздығын алып келеді, жүрек ырғағының бұзылысын алып келеді, және де адамның ағзасында зат алмасу процесінің бұзылуын алып келеді. Қазіргі кезде зат алмасу процесі салдарынан адам ағзасында жүректің ишемиялық ауруы, яғни холестериннің жоғарылауы өте көп өршіп жатыр.